Инстаграмда жұмыс жасауды қазір көрейік сіздермен достар. Өз телефоныңызда Инстаграм деген знакты басасыз, сіздің бетіңіз ашылады, аккаунтыңыз. Мына төмендегі иконкалардың өз суреті барыңызға басқан жағдайда сіздің өзіңіздің аккаунтыңыздың бастапқы беті ашылады. Фото қою үшін мына төмендегі плюсты басасыз және таңдаймыз. Фотоларды таңдаймыз. Мысалы, мынау фотоны таңдайын. Наурыз мерекесіне орай. Далее басамыз. Мына жерде добавить подпись шығады. Осы жерге біз жазамыз. Астына пост болып жазылады. Сіз подпись қосатын жағдайда Наурыз мерекесі құтты болсын баршаңызға дедім. Астына хэштег қоямыз. Хэштег не екенін қазір түсіндіремін сіздерге. Решетка белгісін басамыз. Наурыз деп жазайық. Наурыз мерекесі. Тағы да бір хэштег қосайын. Поделиться деген басқан кезде менің фотом лентаға қосылады. Міне көріп тұрсыздар, завершение деп жазып тұр. Қазір мінекей лентаға менің фотом қосылды. Олыс оң, ақ мол болсын деген фото. Мынау астындағы постмен бірге Наурыз мерекесі құтты болсын баршаңызға. Және хэштегтер. Мына хэштегті түсіндіріп өтейін. Хэштегті басқан жағдайда бізде осы Наурыз мерекесі деген барша осы Инстаграмда бар суреттер шығады. Публикациялар. Кез келген адам ол сізді таңдауы мүмкін. Сіздің суретіңізді таңдап қалуы мүмкін. Сол кезде сіздің страницаңызға, сіздің парақшаңызға кіреді. Сіздің суретіңізді таңдаған жағдайда. Өзіміздің бастапқы бетімізге ораламыз. Енді сурет қоюды үйрендік осылай.